Қолында серфинг тақтасын ұстаған, үлкен сұр сақалды, сол көзінде қарақшылық жамауы бар кісіні еріксіз байқайсыз. Әрине, бұл сурет сізге әдеттен тыс өзгеше болып көрінеді. Және сіз сырттай қарапайым болып көрінетін бұл қарттың өміріндегі барлық нәрселердің ішінде мұхитқа ғашық екенін тіпті де ойлай алмайсыз. Сондай-ақ, ол бүкіл әлемде беделі бар танымал брендтің жасаушысы. Елестеттіңіз бе? Ал кейбіреулеріне тіпті елестетудің қажеті жоқ. Жаңашыл және данышпан. Бұл екі теңеу Джек О'Нилді жақсы сипаттайды. Бірақ оның бүкіл өмірі үздіксіз қызықты оқиғаға толы. Және ол армандар қайда апаратыны туралы әңгіме ұласады. Джек О'Нил есімі серфинг әлеміндегі ең аңызға айналған тұлғаның бірі болып табылады. Неге дейсіз бе? Иә, өйткені ол серфингпен айналысатындарға арналған су киімдерін ойлап тауып, оларды Сан-Францискодағы ұлы тас жолындағы шағын гаражда сатқан адам. Ал әдеттегідей әрине бәрі гараждан басталады. Джек О'Нил 1923 жылы дүниеге келген. Жастайынан мұхитқа жан тәнімен берілген адам болды. Ал жартасты Денверден Калифорнияға көшу оның өміріндегі ең маңызды оқиғалардың бірі болды. Тағдырдың өзі оның өмірінің соңына дейін айналысатын жұмысына жетеледі деп болжауға болады. Калифорнияда баланың серфингке қызыға бастағаны сонша, ол барлық бос уақытын жағажайда өткізетін. Басқа серферлерге қарап, осы қиын хоббидің барлық құпияларын білгісі келді. Уақыт өтіп, Джек есейсе де, ол сүйікті хоббиінен ешқашан бас тартпайды. Жастық шағында қарапайым балықшыдан өрт сөндіргіш сатушыға дейін 10 шақты мамандықты өзгерткен Джек әрқашан толқындарға адал болды. Таңертеңнен кешке дейін ол Сан-Францискодағы тынық мұхиттың салқын суында қайсарлықпен жүзеді. Тек бір ғана кедергі оның серфингтен толық ләззат алуына кедергі болды. Әр жүзген сайын қатты тоңып қалатын. Ол жерлерде судың температурасы кейде 10 градусқа дейін төмендейді. Нилдің өзі сұхбаттарының бірінде былай деді: "Мен 1 сағаттай серфинг тептім. Мен үшін бұл шек болатын. Осыдан кейін біз салқын судан кейін жағажайда от жағып жылынатынбыз." Суда жүзу уақытын қалай ұзартуға және серфингті әлде қайда ыңғайлы етуге болатын шешімді іздеу дәл осылай басталды. Айтпақшы, бастапқыда барлық дерлік серферлер суда қатып қалмас үшін ішімдікпен ғана жылынған. Бірақ бұл жылытудың жақсы жолы емес еді. Келісесіздер ғой. Осылайша алғаш рет поливинил матасынан костюм тігілді. Мата серпімді пенопластқа ұқсады. Ал Джек оны шомылу костюміне қосып, сол кездегі еркектерге арналған қарапайым жағажай киімдерін жасап шықты. Бірақ әдістің тиімділігіне және пластиктің икемділігіне қарамастан, костюм сауытқа айналғандай болды. Әрі ол серферлердің қабілетіне айтарлықтай әсер етті. Оның бірінші тәжірибесінен кейін костюмді әзірлеуді кейінге қалдыруға тура келді. Сол кезде оның тұңғыш баласы туылған болатын. Ал тиісті материалды іздеу сәтсіз болды. Джек отбасылық мәселелерге мойын бұрып, ұлын тәрбиелеуге кірісті. Егер ол күні бойы отбасына ақша табуға мәжбүр болса, кешке ол төсекке жатып, жылы костюмді қалай тігудің нұсқаларын ойлайды. Бір күні ол өз сұрағына жауап тапты. Кездейсоқ оның досы Хэри Хайн сол кезде зертханада неопренді қолданатын жобамен жұмыс істеп жатқан. Серферге жаңа көбік материалын ұсынған Хэри болды. Оның басты ерекшелігі, ол суды дене температурасымен қыздырылған тесіктер арқылы тамаша сіңіреді. Осылайша серфердің қатып қалуына жол берілмейді. Алғашқы неопрен костюмін Джек 1952 жылы жасайды. Бұл Джек Нил іздеген алтын кем болып табылатын неопрен болды. Неопреннің алғашқы сынақтарынан кейін 60 минут енді шек болмады. Неопрен костюмін алғаш ойлап тапқан Джек О'Нил емес, ақш әскери теңіз күштері үшін арнайы сүңгуір киімдерін жасаған Хью Брэднер деген пікір бар. Бірақ қандай да бір себептермен әскерилер өнер табысты бағаламады.
Осылайша, бұл материал елеусіз бұрышта қалып қойды десе болады. Жауынгерлер Хью Бреднердің идеясын қабылдамай жатқанда, Джек есімді энтузиаст өзінің жаңа өнімін Сан-Франциско жағажайларында сынап көрді. Алғашқы неопрен костюмі өзінің жақсы жағынан көрсетті. Серфинг Джекке көбірек ләззат әкеле бастады. Джек жасаған ерекше жаңалық басқа серферлерді де бей-жай қалдырған жоқ. 1-2 айдан кейін ол толығымен жаңа жобамен бөлісуді шешті. Солайша күнделікті жұмысын тастап, гаражында серфшоп атты шағын дүкенін ашты. Ол өзінің костюмдерін қайта сатылымға шығарды. Достары оның бұл қадамына күмәнді қарады. Тіпті олар аяушылықтан тауар сатып алатындарын да айтып әзілдеді. Осыдан кейін оның бизнесі өзінің логикалық қорытындысын күтеді деген ойда болды олар. Шынында да бәрі жақсы болмады. Іс жүзінде бұл бизнес Нилге ешқандай табыс әкелмейді. Айына 1 немесе 2 костюм ғана өтіп, отбасын асырай алатын ойдағы көрсеткіштен алыс болды. Бірақ Джек бірнеше айлық жұмыстан кейін де берілмеді. Ал оның орнында басқа кез келген адам бұл идеядан бас тартып, ағасының жұмысына кеткен болар еді. Джек басқа бағытта шешімдер іздеді. Осылайша ол Санта-Крузға көшуді шешеді. Оның пікірінше, серфинг үшін ол қолайлы климат жері болады. Әрине, сол жылдардың үлгілері қазір біз көріп, киіп жүрген су киімдерінен әлде қайда басқаша еді. Бірақ бәрі бірден болмайтыны анық. 1959 жылы Джек әйгілі Санта-Круз қаласындағы жағажайда дүкен ашты. Айта кету керек, бұл жақсы уақытта орын алды. Өйткені 1 жылдан кейін бүкіл әлемді, әсіресе атақты Санта-Круз жерін нағыз серфинг бумы басып қалды. Қарапайым инстинкт немесе сәттілік екені белгісіз. Бірақ Джек дұрыс шешім қабылдады. Өткен жылдардың 60-шы жылдардың басында серфинг ақш-тағы ең танымал спорт түрлерінің біріне айналды. О'Нилдің неопрен костюмдері қуырылған шемішке сияқты шағын дүкенде сатылып алынды. Бұл өте ыңғайлы болды. Біріншіден, дүкен судан небәрі 100 метр жерде орналасқан. Екіншіден, бұл жерге күніне бірнеше мың серферлер келетін. Олардың әр қайсысы шағын дүкеннің жанынан өтті. Жалпы алғанда, дүкеннің сол орында болуы ең жақсы жарнама болды. Сонымен қатар костюмді денеге оңай шешіп, киюде маңызды рөл атқарды. Дүкеннің саудасы күн сайын өсіп отырды. 60-шы жылдардың басында ол күніне 3 дымқыл кеудеше сататын. Әрине, қиындықтар да болды. Материал соншалықты берік емес болып шықты. Және кейбір сатып алушылар Джекке ақшаларын қайтаруды талап етіп келді. Ол азда бойланып, көп ұзамай жағажайдан шығудың жолын табады. Нейлон негізгі материалдың беріктігін арттыру үшін неопренге қосылды. Су костюмдерін шығаруға келетін болсақ, тігін цехының өзі бірнеше рет өзгерді. Басында Джек тапсырыс бойынша костюмдер тігетін қарапайым тігін шеберханаларында жұмыс істеді. Бірақ көп жылдар өткен соң өз өндірісі іске қосылды. 10 жыл бойы Джек О'Нил дүкендерге бәрін сатып, серфинг индустриясының саласында жетекші болып қала берді. Оның үстіне, осы кезеңде оның ұлы Пэт О'Нил қазір тіпті жылы суда мүмкін емес фут серфингті ойлап тапты. Атап айтқанда, лиш пайда болды. Білмейтіндер үшін бұл ерекше пластикалық сым. Бұл адамдардың толқындарға дес бермей, тақтадан ажырап қалмауын қамтамасыз етеді. Мұндай ноу-хау жұртшылыққа жылдам жетті. Және бұл әрбір серфер үшін ажырамас нәрсе болды. 1970 жылы Джек лиштің арқасында сол көзінен айырылды. Осы факторлардың барлығына ақш-та бірнеше жыл ішінде Джек Нилді миллионер ететін серфинг әсері еді. Бірақ О'Нилге сәтті империя құруға көмектескен жай ғана сәттілік емес еді. Өз ісін жүргізу мүмкіндігі де болатын. Нағыз бизнесмен сияқты Джек брендті жылжыту үшін барлық әдістерді қолданды. Ол су костюмдерінің жарнамалық науқандарына қатысу үшін серферлерді жалдады. Балаларына су киімін кигізіп, суға да барды. Айтпақшы, Джектің екі некесінен 7 баласы дүниеге келеді. Олардың бірі Майкл,
2012 жылы қайтыс болды. 1972 жылы өнертапқыш өміріндегі ең ауыр соққыға тап болды. Оның бірінші әйелі өмірден өтеді. Бақытына орай 2 жылдан кейін Джек екінші әйелі болған тағы бір әдемі әйелді кездестіреді. 1980 жылға қарай Нил дизайнның үлкен таңдауы бар су костюмдерінің ең ірі өндірушісі болды. Ал бір кездері шағын отбасылық бизнестің географиясы айтарлықтай кеңейді. Өнімдердің сапасы Австралия, Европада, Жапонияда және планетаның барлық басқа бұрыштарында бірдей дамыды. Осылайша шағын дүкен ұзақ уақыт бойы өз өнімдерін әлемнің 86 елінде сататын халықаралық компанияға айналды. Брендтің дүкендерінде сіз серфинг үшін бәрін тауып қана қоймай, сонымен қатар спорттық және қалалық киімдер, тіпті әртүрлі спорт түрлеріне арналған жабдықтарды да ұшыратасыз. Осы күнге дейін O'Neill компаниясы тек отбасылық бизнес болып қала берді. Тіпті сол жақ көздің жоғалуы маркетинг тұрғысынан брендті одан да көп танымал етті. Басына қарақшылық таңғышын киген Джек O'Neill брендтің нағыз символына айналды. Көзі жабылған сақалды ер адам O'Neillді бүкіл әлемге танымал логотип кейпінде танытты. 1996 жылы Джек мектеп жасындағы балаларды мұхит табиғатымен таныстыруға, олардың осы саладағы білімдерін кеңейтуге, сонымен қатар оның флорасы мен фаунасына қамқорлық жасауға арналған O'Neill Sea Odyssey бағдарламасын құрды. Джек O'Neillдің өзі айтқандай, мұхит тірі ағза, біз оны күтіп ұстауға міндеттіміз. Мен O'Neill Sea Odyssey бағдарламасы менің өмірімде жасалған ең жақсы нәрсе екеніне сенімдімін. 2005 жылы Джек инфарктқа ұшырайды. Осыдан кейін өмірінің соңғы күніне дейін серфингті тастауға мәжбүр болады. Бірақ соған қарамастан ол күн сайын жағажайға келіп, аяғының жылы құмға тигенінен ләззат алатын. Өзінің соңғы жылдарын Санта-Круздағы өз үйінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған, қайырымдылықпен және балаларға жақсы көретін нәрсені үйретумен өткізді. Бір қызығы, ол миллиондаған долларлық империяның негізін қалаушы болғанына қарамастан, Джек әрқашан сол қарапайым адам болып қала берді. Оны Санта-Круз жағажайындағы бір дүкенде ескі жеңіл аяқ киіммен кездестіргендер де бар. Онда ол жиі келіп, тіпті клиенттермен кеңесетін. Оның миллиондары оның өмірін мүлде өзгертпеді. Ол тек мұхитты жақсы көрді. Бұл оған жеткілікті болды. Тіпті жыл кәсіпкері мәртебелі сыйлығын тапсыру кезінде аты аңызға айналған Джек Нил костюм мен тәпішке киіп келген. 2017 жылдың 3 маусымында 94 жасында бүкіл әлемде серфингтің символына айналған адамның өлімі туралы хабар серфинг әлемін таң қалдырды. Бүгінде O'Neill штаб-пәтері Санта-Крузда орналасқан миллиондаған долларлық корпорация. O'Neillдің Люксембург пен Нидерландыда өкілдіктері бар. Басқа елдердегі өнімді сатуға келетін болсақ, іс-шаралар ресми дистрибьютерлар арқылы жүзеге асырылады. Компанияның барлық өнімдері аяқ киім немесе киім болсын, көптеген артықшылықтарға ие және әлі күнге дейін әлемде теңдесі жоқ болып табылады. Ұлы істер әрқашан қарапайым арманнан басталады. Ал Джек O'Neill осының ең жақсы дәлелі. Енді ешқандай кедергі жоқ. Географиялық және маусымдық серфингшілер қарда серфинг жасайды. Серфингшілер қыста мінеді. Дүние жүзіндегі миллиондаған адамдар серфингте арналған су костюмдеріне ие. Серфинг шегі енді су температурасына байланысты емес, ал сапардың ұзақтығы 1 сағатпен шектелмейді. Мұның бәрі серфинг пен мұхитты жақсы көретін бір ғана адамның арқасында мүмкін болды. Және ол хоббиін миллиондаған долларлық бизнеске айналдыра алды. Достар, көріп тұрғандарыңыздай бәрі тамаша, әрі қарапайым. Сізге тек армандарыңыз бен күшіңізге сену керек. Ерте ме кеш пе табысқа жететініңіз анық. Достар, егер видео сізге ұнаса, саусақты жоғары көтеріп, подписаться люпілін басып, Қазақ YouTube арнасын қолдай жүрейік.